Сәлеметсіздер ме, құрметті партнерлар? Жаңа мен Талғат партнеріміздің видеоролигіне қарап, мен де осындай бір видеоролик жасағым келді, шынын айтсам. Иә, шынымен де мынау сетевой бизнес деп көбі айтады. Қалай бұл жерде ақша істеуге болады, қалай бұл жерде бизнес жасауға болады деп көбі негатив болған кезінде көбі адамдар бизнес жасай алмаған, жасаймыз деп жасай алмаған, сондай сетевой деп ойлайды Атомиді. Бірақ Атоми ондай емес. Атоми просто интернет-магазин. Қазір көп қой интернет-магазиндер. Мысалы, аты шыққан мынау Alibaba, AliExpress, Amazon, мысалы, eBay дейді, мысалы. Тағы да сондай крупный жаңағыдай торговый площадкалар бар ғой. Сол жерге кез келген адам заказ береді де өзінің затын алады, Мысалы, Alibaba'да мен досымды сол несін пример қылдырам, мысал қылдырам. Ол кісі айтады, мен затқа тапсырыс бергенде 1 ай тосам дейді. 30 күнде келеді екен Қазақстанға. Соған қарағанда біздің Атомида ашылғаннан бері где-то бір 12 күнде келіп жатыр. Қазір мына карантин болғаннан кейін кішкене бөгеліп қалып жатқандар бар енді. 18 күн, кей кезде 20 күн асып кетеді енді. Кей кезде тез келетін кездер бар мына Атомидің. Ол карантин болғаннан кейін ғана. Әйтпесе стабильно 10-12 күнде келіп жүретін. Қазір мына карантин бітеді, Құдайға шүкір. Сосын орнына түседі. Тем более қазір бізде өзіміздің неміз ашылайын деп жатыр, складымыз ашады үлкен. Сосын склад ашылғаннан кейін өзіміздің Atomi KZ деген өзіміз сайтымыз болады. Барлығы теңгемен көрсетіліп тұрады. Және де бағасы төмен болады деген сондай прогноздар бар. Бағасы бұдан да қазіргіден де төмен болады. Себебі НДС Россияда 20% қой деймін, бізде 12% екен. Соған қарағанда көрдіңіздер ме, қандай үлкен ощутимо болады да. Сондықтан мына Atomi компаниясы енді келіп жатыр, интернет-магазин. Бұл жерде аналар сияқты интернет-площадка, магазин тоже. Бірақ Alibaba мен AliExpress'тен адамдар зат алған үшін оларға ешқандай балл бермейді ол компаниялар. Ал Atomi'дің ерекшелігі, бұл жерден өзіңізге зат алсаңыз, сізге балл түседі. Сол баллыңыз зат алған сайын жинала береді. Содан кейін сізге товар ұнағаннан кейін, мысалы, сіз оны тағы да бір адамдарға айтып, өзіңізге клиентский база жасауға болады, орысша айтқанда. Сосын сол кісілер товар алған кезде сізге де ақша түседі. Яғни бұл жерде келесіде үлкен бизнесқа айналып кетеді бұл. Біреулер енді активно жұмыс істеп жатыр, мысалы, Талғат сияқты, мен сияқты, Мұрат сияқты, мысалы, активно жылдам мына қазір не болып жатыр ғой, захват рынка, орысша айтқанда, енді захват рынка болып жатыр. Сондықтан біз тезірек жұмыс істеп жатырмыз. Тезірек WhatsApp-пен, басқа да интернет арқылы, Telegram-мен, бұлай да адамдарға айтып тіркеп жатырмыз. Тіркелу тегін болғаннан кейін. Сондықтан кейбіреулер асықпайды, кейбіреулері товар алып көрейін бе, көрмейін бе деген күмәндары бар да. Бұл жерде алып көру керек. Южнокорейский бұл премиум классы деген сөз. Ол өте сапалы деген сөз. Міне мен даже өзімнің жаңағы бизнес стратегиям сияқты андай визуализация дейді ғой, визуализация жасау керек. Жаңағы бизнес құрғысы келген үлкен арманы бар кісілер, ертең мен осындай статуспен көтерілсем, осындай ақша алсам, осындай ақшаға мен не істеймін деген сияқты, Қазақстаныма, өзім еліме бір жақсылық жасағым келеді, мысалы. Көп ақшам болса көп зат істей аласың. Ақшам болмаса кімге істей аласың, не істей аласың? Ақшам болмаса өзің түгіл басқаға да көмектесе алмайсың. Басқа түгіл өзіңе де көмектесе алмайсың. Солай емес пе? Сондықтан міне мынау менің артымдағы типа картам сияқты. Міне мысалы мынау мен өзім болсам, мына екі жағында екі қазақстанский жалау, ол менің Қазақстандағы командам. Көрдіңіз бе? Енді менің командамнан мысалы қазір міне тарап жатыр да, мынау Германия, мынау Корея, Қырғызстан, Америкадан адамдар тіркелді, Азербайжаннан тіркелді, мысалы айтқанда да жай көрсетейін. Сосын визуализация деген былай. Көрдіңіз бе, астында қалай тұр, Мына жерде мен оң жағымнан, сол жағымнан 10 Қытайдың жалауын салып қойдым. Ол деген сөз, мен осы жуырда менің оң жағымнан, сол жағымнан 10 ветка, 10 тармағым, оң жағымнан 10 тармақ, сол жағымнан 10 тармақ Қытай мемлекетіне кіреді. Қытай ашылды ғой бізде 1 сәуірден бастап. Қытай мемлекетіне кіріп, сол жақта үлкен товарооборот мен жасаймын, менің командам осылай
кіреді сол жаққа деген мен уже былай айтқан кезде программа құрып жатырмын. Программа жасасаңыздар, ол тез іске асады. Ол өзімнің басымнан өткен нәрсе, өзім ол жағын мысалы өзіңіз арманыңызды былай жазсаңыз, дәптерге жазсаңыз, сол арманыңыз бір күні орындалады. Мысалы ол жазған дәптерге жазғаныңыз 24 сағат жұмыс істейді мысалы. А біз 24 сағат олай жұмыс істей алмаймыз. Сондықтан арманды жазып қою керек. Мен осындай арманым бар, осылай істеймін деп жоспарлап, уақытын, күнін былай даже солай белгілесеңіз тезірек болады. Ол мен қалай айтсам сіздерге сигнал жаңағы уже вселенныйға кетеді. Құдай Алла Тағала қабылдап, міне қуаныштың осындай арманы бар екен, осындай да сұрап жатыр екен менен деп Алла Тағала сол арманымызды орындайды, Құдайға шүкір. Енді былай да сұрап жатырмыз Құдайдан, әрекет жасап жатырмыз. Құдайдан тек тілеп отырмай, оны жұмыс істеу керек. Әрекет қылсаңыз, сізде берекет болады. Сондықтан бұл міне енді кіріп жатыр Қазақстанға, енді оборот алып жатырмыз. Енді ойлаңыз, қазір 1-2 жылдан кейін қандай деңгейге өтесіз сіз. Басында әрине қиындау болуы мүмкін. Басы қатты болса, аяғы тәтті болады дейді. Сондықтан мен мына кішкене басында кішкене былай істей алмай жатқан адамдарға айтқым келіп тұр. Қорықпаңыздар, істей беріңіздер. Қиын болса қиын бола берсін. Ол енді кім сізге оңай ақша береді? Оңай ақша ешқай жерде жоқ, сол емес пе? Мына жерде бір жарты жыл, бір жыл кішкене қиналсаңыз, маңдай теріңізді төксеңіз, ертең сол бір жылда құрған сіздің структураңыз, сіздің системаңыз, ол автоматически геометрический прогрессия өсе береді, сіздің оборотыңыз да өсе береді, ақшаңыз да көбейе береді. Содан кейін сіз жұмыс істемей ақ қойыңыз. Өзіңіздің ақшаңызды счеттан аласыз. Қандай арманыңыз бар, соны орындайсыз, бол. Сіздің өміріңіз сол қызықпен өтеді. Финансовый независимый деп орысша айтқан кезде. Соған бұл компания жеткізеді, Құдайға шүкір. Міне 10 жылдан бері істеп жатыр. Бүкіл әлемде осы финансовый независимостьқа осы Atomy арқылы жетіп жатыр. Оны сенбесеңіздер, ютубтан қарап, маркетингтерді қараңыздар, орысшасы да, қазақшасы да бәрі бар. Мен енді міне істеп жатқаныма былтыр мартта тіркелдім. Ол кезде компания жоқ еді әлі. Компания августте ғана ашылды. Сол августтен бастап, Құдайға шүкір, ақшамызды тауып жатырмыз. Жаман емес, өте жақсы. Скоро Құдай қаласа міне командам осындай өседі. Менің мынау осындай өседі деп менің арманым бұл. Менің арманым, менің тілегім осылай өседі. Сол кезде үлкен жағдайға жетеміз, жетістікке. Соны мен сіздерге әдейі көрсетіп жатырмын. Сіздер де осылай істеп қойсаңыздар, үйлеріңізде қойып қойсаңыздар, көз алдарыңызда. Всегда көз алдыңызда тұрады. Міне келесі менің бар жатқан жерім мастер продаж деп жазып қойдым, көрдіңіз ба? Мастер продажның айлығы $2000, $2000-дан $4000 дейін. Көрдіңіздер ме? Міне келесі саты осы мастер продажға жеткеннен кейін ары қарай кете береміз, Құдайға шүкір. Самое главное, мастер продажға жету Atomy'да. Ол бірінші статус. Пассивный доход дейді. $2000-дан $4000 аралығында аласыз. Товар оборотыңызға байланысты. Енді $2000, сіз бір жыл жұмыс істедіңіз Atomy'да. Бір жылдан кейін $2000 айлық алып отырсаңыз, мұртыңызды балта шаба ма? Соны айтыңызшы маған. Ал енді сіз басқа жерде жұмыс істейсіз. Басқа бір любой, кез келген зарплатаға. Жарайды. Сіздің зарплатаңыз бүгін 200 000 теңге. Бір жыл істейсіз. Таңертең 8-ден кешкі 6-7-ге дейін істейсіз. Суббота сен демаласыз. Бір жылдан кейін сіздің зарплатаңыз $2000 бола ма? $2000 қазіргі ақшамен почти 1 миллион теңге. 1 миллион теңге бола ма? Келесі жылы, бір жылдан кейін болмай ма? Әрине болмайды. Сіз солай таңертеңнен кешке дейін бір жыл істейсіз 200 000 теңге, 2 жыл істейсіз 200 000 теңге, 3 жыл істейсіз 200 000 теңге. Инфляция өсіп жатыр, бәрі қымбаттап жатыр. Мысалы айтқан кезде, кішкене былай кәсіппен айналысу керек қой қазір. Интернет магазин бұл. Жаңадан келген. Интернетпен айналысу керек қазір. Осындай бизнеспен айналысу керек. Бұл жай сетевой бизнес, бұл обычный интернет магазин. Просто біз өзімізге товар алғанымыз үшін бізге ақша төлейді компания. Міне, ол бірінші компания осындай. Бандай жоқ басқа. Осы ғана. Даже AliExpress, Alibaba, Amazon, eBay'лар олар төлемейді. Олар сізге рахмет айтады. Бір зат сатып аласыз, сізге рахмет айтады. Болды, басқа ештеңе бермейді сізге. Ал жақсы болды. Тем более бұл сапалы. Өте сапалы, өте арзан.
результаттар міне күшті. Сау болыңыздар.